Бәдір шайқасында бәдірліктердің пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам деген шын ықыластарының септігімен өз жандарын Алла жолында құрбан ете білгендері баршамызға мәлім. Майданға жақындаған кезде аңсарлықтардың бірі Саад ибн Муаз пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам тынығып алу үшін күрке тұрғызып жатып, оған былай дейді: сенің артыңнан Мәдинада қалып қойған адамдар бар. Олар сені бізден кем жақсы көрмейді. Егер олар сені майдан алаңына түседі деп ойласа, олар артта қалмас еді. Олар сенімен насихат қылып, сенімен бірге соғысар еді. Сонда Алла елшісі Саад ибн Муазға Алла одан разы болсын, жақсылық тілеп дұға етеді. Саад пайғамбарымыз үшін саллаллаху алейхи уассалам күрке тұрғызып береді. Пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам қылышпен қорғап тұрғандардың ішінде Әбу Бәкірден, Алла одан разы болсын, басқасы оған жақындай алмады. Соғыс жаншылып бастаған уақытта Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам жаудың сабын бұзып өтеді. Сонда ол сауытымен секіріп бара жатып, ендеше біліп қойсын, жақында ол қауым жеңіліс тауып, ту сырттарын беріп қашатын болады деген аятты оқиды. Бұл оқиғалардың барлығы сахабалардың пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам деген ұлы махаббатының көрінісі. Олардың махаббаты өз жандарын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үшін құрбан етуден тайынбау, өздеріне қымбат нәрсені пида етумен ұлық болды.